Көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздерде мен де риза болайын. Ағзаға барғаннан кейін бұл өнімдер ағза өзін-өзі көреді. Яғни біздің әрбір жасушаларымыз жаңадан гүлденіп, жаңадан өсіп, жаңадан тіріліп шыға келеді. Күнде пәленбай клеткалар бізде кетеді. Солардың бәрі жаңадан клеткалар. Клеткалар кеткен уақытта адамда жаңағы аурулар да басталады, адамда бір шаршау да басталады. Сол сияқты жаңағы әрбір клеткаларымыз біздің гүлденіп, тіріліп, ағзамыздың жаңа айтып отырмыз ғой, мұны Гүлнарда, Камолада, мұны қарап отырсаңыздар, мен 2 апта сайын келіп жатырмын ба осы жерге, жаңадан келген. Мені де сөйтіп айтқан болатын. Алматы қаласында. Мен суретімді көрсетемін өзімнің қандай болғанымды. Сондықтан мен өте азғын болғанмын еді. Жаңағы ауырғаннан кейін, 3 айдың ішінде 16 келі салмақ тастап жібергенмін. Общий. Қараңыздар, мына жерден түк қалмады ғой енді. Жиналады. Бұл табиғи формаға келтіретін өнім. Сондықтан өздерінің отбасына арнап шығарылған, өйткені біздің ДНБ-ді найзағай ұрған кезде жақын органы жоқ. Біраз органдар зақым келген ғой енді. Сондықтан өстіп бұл өнімдерді өздерінің отбасында, жаңағы кім отбасына жаман өнім қолданады. Мынау өздері результат көргеннен кейін, нәтиже көргеннен кейін, алаттағы мынау біздің Беби компаниясын құрып, Беби компаниясы жаңағы сетке жібереді, сетке қайырымдылық ретінде жібереді. Қарасаңыздар, енді бізде көріп отырсыздар ғой, жұмыс істеп жатқан біздің серіктестер көріп жатыр, қаншама табысымыз бар екен. Оны кейін айта жатамыз. Сондықтан мұны ғалымдар, мына жерде ғалымдар енді жаңағы Адам Сауседа дейді, Чейз Ричфилд дейді, Ким Мин Су дейді, Уильям Хеннон дейді, әлемде атақты ғалымдар бұл кісілерді. Барлығы интернетте қарап жүрсеңіздер, жаңағы өзі стерильно, ол жерде барлығы іш жағының, бәрі қалай шығарылып жатқаны, барлығы көрсетілген. Компания ең бірінші Америкада қалай өте закондары строгий ғой, білесіздер, иә? Сондықтан компания жаңағы бүткіл сертификат, бұл бұрынғы сертификаттар, қазір жаңаланған сертификаттарды тағы шығарамыз. Бұны бұрынғы біздің каталогтар қарап отырсаңыздар, ең бірінші күннен бастап компания жаңағы халал, веган, кашер сертификаттары, GMP сертификаттар, GMP-ді көп компания аламайды. Көп компаниялар атын жамылады. Біз GMP сертификатын алған бізде. GMP сертификаттарын әркім бір ала бермейді. GMP сертификаты өнімдер қай жерде өсіп жатыр, қалай дайындалды, сонымен қалай кетті, соға шейін тексеретін сертификаттар. ICO сертификаттары бар. Тағы да FDA, NASA деген, сон Америка құрама штаттары, жаңағы международный сертификаттарға айтпеген. Америка құрама штаттары, Швейцария, Германия біріккен сертификаттар бар. Ең алпауыт мемлекеттер ғой жаңағы. Осы мемлекеттердің сертификаттары бар. Содан кейін NASA сертификаты бар, FDA бар. Тағы да қандай еді? Юта штатының, жаңағы біздің өндірісіміз штат Ютада орналасқан ғой. Юта штатының сертификаттары әлемдік сертификатқа жатады. Өйткені біздің өнімдер сол жерде жатыр. Сол жерде шығарылады. Содан кейін біздің әрбір елге барғаннан кейін әрбір ел өзінің сертификаты. Біздің Қазақстанда сертификаттарын алдық. 7,5 жылда біз 3 рет жаңаладық сертификатты. Қарап отырсаңыздар, әр сертификат 3 жылда бір берілу керек екен. Біз 7,5 жылда 3 рет алдық. 9 жылда алатын сертификатты біз 7,5 жылда. Сондықтан қазір міне осындай сертификаттарымыз бар, Аллаға шүкір, жаңалап жатыр. Қазіргі таңда біздің білетініміз мына жерде бас жағында 17 түрлі сертификат бар компания. Дәрумендер емес, витаминдер емес, БАДы емес, биологиялық активті қоспа емес. БАДы деген биологическая активная добавка к пище. А мынау сама пища. Кәдімгі тамақ. Анау тамаққа қосатын нәрсе болса, мынау кәдімгі тамақ. Сырты спирулина, балдырдан жасалған, сырты менен жей береді. Сондықтан құрамында 23 түрлі компоненттер, микро-макро элементтер құрамында кальций керек па, магний, железо, цинк, йод деген сияқты соның бәрі бар. Және де дәрумендер А, Б, С, Д, Е, қандай К витаминдері құрамында. Және де құрамында бұның жеміс жидектер бар. Күнделікті біз қолданамыз ғой, сәбізді қолданамыз, қызанақты қолданамыз, алма қолданамыз, шие қолданамыз, жаңағы
малина, клубника, гранат деген сияқты, брокколи деген сияқты зелендердің неше түрлісі бар. Сондықтан бұның құрамында 500-ден астам микро-макро элементтер бар. Бұл не? Бұл адамға ғалымдар күнделікті сіздің деніңіз сау болу үшін, сіздер күнде космонавт сияқты болу үшін адамға күніне 90 микро-макро элемент, 12 витамин деген сияқты да дәрумендер, соны санап қойған адамға. Бұл не береді адамға? Ең бірінші бұл өнім шыққан кезінде бір өнімменен жаулап алып деп тұрмыз ғой. Ең бірінші бұл өнім адамға бір күш-қуат береді, энергия береді. Адамның энергия берген кезде, біз ауырған кезімізде, біз дұрыс тамақтанбаған кезімізде, біз айтамыз, шаршап тұрмын, шаршап тұрмын. Адам күнделікті бір энергиясы болу керек өзінің, күші болу керек, қуаты болу керек, күш-қуат береді. Күш-қуат берген кезде, адамда бір энергия болған кезде, адамның көңіл-күйі де көтеріліп тұрған ғой. Біз энергиямыз тасып тұрған кезде көңіл күйімізде депрессия, стресс, жүректің қобалжуы, қан қысымының артуы, төмендеу, қанттың артуы, төмендеу, солардың бәрі балансқа келіп тұрады, нормаға келіп тұрады. Бұл өнімді қолданған адам көресіздер ме? Ең бірінші қолданған кезден бастап адам бір ағарып, көзі жайнап, бір еңсесі көтеріліп бастайды, адам жасарады. Яғни біздің ағзамызға көптеген микро-макро элементтер барғаннан кейін, біздің әрбір жасушамыз тамақтана бастаған кезде адам бір жасара бастайды. Адам жасарғаннан кейін, тазаланғаннан кейін ағзамыз, біздің жасымыз да ұзара бастайды достар. Сондықтан жаңағы кеше Айболат айтып отыр ғой, біз 140-қа шейін өмір сүру керек екенбіз деп. Енді статистика бойынша біздің Қазақстан, Ресей, Өзбекстанның средний статистикасы 60-70 екенбіз. Көрдіңіздер ма? 60-70 жас бізде средний статистика, біздің өмір сүруіміз. Былай қараған уақытта жастарды алады, кәрілерді алады, соның статистикасын алса 60-70-ке шейін біз өмір сүруіміз. Жаңағы средний. Енді 90-ға, соның бәрін санаған уақытта жаңағы, сол 60-70 екен. Ал Жапон елінде қарасаңыздар, 90-100 жас екен. Сондықтан мұны есептегенде адамның ағзасына дұрыс тамақтанғаннан кейін адам жасара бастайды, және де жасы да ұзара бастайды. Енді оқыс жағдайдан Құдай адам сақтасын. Сондықтан бұл күндізгі тамақ қоспасы Elevate деп аталады. Elevate, Elef 8 деп қойды. Қазақтар қазақша сөйлеп отырған Elef 8 деп қоймыз жаңағы. Сол сияқты Elef 8, Elevation деп аталынады. Күндізгі тамақ қоспасы химиясыз, консерватсыз, синтетикасыз. Және де бұны біз өнімдерді алған кезде, қазір біз тапсырыс беріп жатамыз ғой. Тапсырыс беріп жатқан кезімізде біздің ортамызда делдал жоқ. Дың етіп заводқа барып жүр. Дың етіп заводқа барып түскен кезімізде завод бізге сол өнімді мынандай қаптамада бізде Америкадан келеді. Мынандай қаптамада. Америкадан келеді, мына жерде аты жөндеріңіз жазылады. Мынау штрих-кодымыз біздің. Компанияның сертификаты бар ма, қандай сертификаттары, қай жерде жасалып өңделіп. Бүкіл компанияда бізде ин арқылы білеміз ғой, сол сияқты компанияның штрих-коды. 5 таможня өтіп келеді бізден, 5 таможня тексеріліп, осы штрих-код арқылы алып жатамыз жаңағы почтадан, анаудан алып кезде. Мына жерде трек-код, қай жерде келе жатқанын қарап отырамыз. Ютадан өтті, Лос-Анджелеске келді, Нидерландыға келді, Франкфуртқа келді, Алматыға келді, соның бәрі осы штрих-код арқылы тексеріліп келеді. Осындай қаптамада келеді сіздерге. Қазір чуть-чуть қаптамасы өзгерді, чуть-чуть. Енді Elevate деген өнім, осы Elevate'ді қолданып, бір жыл бойы осы өнімді қолданып біз жаттық. Сондықтан бір Elevate'дің өзінен қараңыздаршы, L-тианин, L-аргинин, бакопамане, гуарана дейді, осындай жасыл шай экстракты, спирулина, хлорелла дейді, осының өзіндегі барлығы бар енді. Енді қарап отырсаңыздар. Одан қайдан келді? Жапон елінен, Хоккайдо аралында. Окинавадан. Окинава. Жапон елінен келді. Мына иондық кальций бар, хайдрейт деген өнім. Біздің ғалымдар тексере келген кезде, мынау не деген кезде Жапон елінде. Долгожительді көп дейді ғой, жаңағы 90-нан 100-ден асқан, 140-қа шейін жастары барады. Бұлар қалай деген уақытта Жапон елінің бәрін бермесе екен.
именно остров Окинавада екен. Сол жерде долгожительдер көрген. 90-нан 100-ден асқандар бір активный образ жизни, каратэмен де айналысады, жермен шұғылданып жатады бір жақ. Енді көп дейді да. Сондықтан ғалымдар тексере келген кезде, бұл қалай деп сөйткен кезде, жаңағы суларында иондық кальций бар екен. Содан кейін білесіздер ме, бұл кәдімгі жаңағы біздің суда жаңағы адамның ағзасында суда емес, адамның ағзасында қышқыл көбейіп кетеді ғой, кислотность көп деп. Мен бұрын алма, қышқыл нәрселерді жей алмайтын да. Қышқыл көбейген кезде адамның ағзасында паразиттер көбейе бастайды. А паразит көбейген жерде ол жаман ауруға шейін алып барады. Сондықтан мынаны суға салып қоясыздар, суды бір дайындап алып келеді ме? Құрамында паразиттер, судың құрамында да шақтар бар, солардың бәрін жаңағы не бар, өзіне қарай тартып алады да, суды иондық кальциймен қамтамасыз етеді. Көрдіңіздер ме? Сол содан адамның ағзасына барғаннан кейін, адамның ағзасындағында шлактар, токсиндер, соларды қосымша жаңағы нені бердіңіздер ме? Эпический пакетті бердіңіздер ме? Жаңағы су сары болды, Йод салды ма? Йод. Немен атырдық, е? Қараңыздаршы, мына су сары болып тұр. Суға йод қойдым. Яғни бұл су мына судың шлагы деп айтады, да? Судың. Мына су сары. Ал енді мынау судың ішінде құрамындағы жаман шлактар, токсиндер барлығын алады. Енді қараңыздар, былай салса да болады, мен просто тезірек болу үшін. Ана қараңыздар, моментально судың Уже ағарып жіберді. Ішуге болады, е? Ішуге болады. Сондықтан ішуге болады ма арасында? болады, ішуге болады, бірақ енді кішкене иісі болып тұрады бұның. Йодтың Енді иісі. иісі кетсін да. Йодтың иісі ма? Йодты. Иә. Денсаулыққа пайдалы. Йодымыз жетіспейді ме кімбізін? Осыны ішіңізге тұрса шығыш. О, міне жаңа тазартып берді жаңа суды. Осындай бізде тамаша өнімдер бар. Сондықтан қандай өнім іштіңіздер ма? Мынау үйде фильтр қойып қажеті жоқ қазірші. Фильтр деген дистиллированная вода, кәдімгі өлі су ғой, ішінде іштен кесі жоқ, оның пайдасы жоқ. Тек қана су болды, оның ішінде микро-макро элементтер. Соны мен баяғыда естіп едім. Ол фильтрді қойғаннан көрі кәдімгі крандағы өзінің суының жақсы дейді. Соған адамның ағзасы үйренге дейді. Ішінде паразиттер болса да, токсиндер болса да жаңағы соған ағза үйренге дейді. Ана дистиллированный су адамды остеопорозға, сүйегі жаңағы остеопороз деген сүйегі үгітіліп кетеді ғой. Ең жаман нәрсе ғой, оны іштен істей алмайды оны. Жаңа медицинада ештеңе сүйегі үгітіліп кеткен кезде. Сондықтан дистиллированный су ол адамды остеопорозға алып барады со временем. Сондықтан суда қазір біздің үйде андай не алып қоямыз, үлкен алып қоямыз да, суды, соның ішіне мен мынаның 3-4-еуін салып жібересің. Су қаймақ сияқты болады. Қағазымен бірге салып қоямыз. Қағазымен қанша сашы? Қанша сашы? Бір 3-4 салсам. Мынаның өзі 2 литрға ғой. 2 литрге. Жоқ, ана ішінде неше бар дейді, неше дана бар? 15. Бір немеде, бір пакетте, бір немеде 30 штук. Жаңағы, осында 2 билетсіздер. Иә. Сондықтан бұл суды құрдан серьезно қарау керек бұл суға дашы. Қазір қарауат өткенде айтады, неге Ресейде, мына Кавказда оларда етті көп жейді. Ет деген қышқылды көбейтеді ғой оларша. Сондықтан жаңағы етті көп жейді, оларда ауырлар өте көп. Сондықтан результаттар өте көп. Неге результаттар оларда көп дейді? Жаңағы элефпенен акселер эпический пакет деп жатамыз ғой, жаңағы смешанный пакет, екеуін. Сонымен бірге міндетті түрде хайдрит қосылады. Сондықтан хайдритті міндетті түрде қосып отырсаңыздар,
суларыңызға қосып отырсаңыздар суларыңызды тазалайды, суды иондық кальциймен қамтамасыз етеді. Мына остеопороз, сонда остеохондроз дегендердің барлығын алып шығады. Адамның ағзасында қосымша қуаттар, токсиндерді алып шығады. Адамды қосымша иондық кальциймен қамтамасыз етеді ағзасынша. Сондықтан мына хайдритті жаңағы не қылсаңыздар болады, қолдансаңыздар болады да. Біздің үйде жаңағы анау фильтр емес бұдай, диспенсер бар ғой мынандай. Сонда бесеуін салып жібере салып алған кезіндеші. Бесеуін соныменен тұрады ішінде. Бұрында и так-та мен фильтр соны естідім, ең бірінші біздің тараз шулап жатты ғой жаңағы фильтр қойып, жарты бұрын фильтр қойып. Сол кезде ойладым, мен де фильтр қойып тұрайыншы үйге депші, таза су барлығымызға керек. Қанша жерде тараздың суы әдемі болып дегенменен, тараздың краннан алып іше береді ғой біздікі. Қанша сода үйдің суын тексерген кезінде енді не болды да, сол кезде жаңағы айтқан едім, лучше осы суды іш, чем анандай дистиллированный су ішіп деген. Содан жаңағы бір компанияның бір мынандай бір тиын сияқты бір демкесін әкеліп берді. Соны салып отыр, постоянно суын тазалайды. Енді білмеймін, онша да сенген жоқпын, бірақ соны салып қоятын. Қазір мынаны салып қоямын. Суымыз өте жұмсақ болады да су. Содан кейін мынаның өзі суды мынаны байқағаннан кейін дәретке қайта-қайта бақызады. Ең бірінші қызы. Уже адамның ағзасын тазалай бастайды. Сондықтан осындай тамаша өнімдеріміз ғой, енді Бепик компаниясының өнімдері енді өте тамаша. Қазір мысалы келе жатырмыз, газ таппай келе жатыр, газ жоқ екен. 3-4 күн болды ма, бір апта болды ма, сондай уақыттан бері газ тапшы болып жатыр. Жаңағы мен келген машина, газбен жүретін машиналар да. Сондықтан жаңағы біздің көліктеріміздің жанар-жағармайын бензин, солярка, газға арналған. Газға қалай қояды деп жатыр, газға пистолет сияқтысы бар ғой, сол жердегі напормен жіберген уақытта мынау шашырап жиналады да, тез ериді. Сондықтан мынаның ішінде 5 таблетка бар. Асылбек алып келіңіз. 5 таблетка бар мынаның ішінде. Бір таблетка мынандай 100 литрге арналған. 100 литрге. Егер де 50 литр құятын болсаңыздар, мына ортасынан бөлініп тұр, жартысын бөле саласыздар. Егер де 25 литр құятын болсаңыздар, 4-тен бөліп қоясыздар. Бұл не дейді? Біздің нелеріміздің жанар-жағармайлар бар ғой, солардың сапасын арттырады және үнемдейді. 20-30%-ға шейін. Мына жерде қараңыздар. Газға, солярка, бензинге. Бензинге. Сондықтан қараңыздар. Осы біздің таблеткамен жүрген жер. Біз техобслуживание бәріне жақсы. Форсунка, свечи, клапан деп жатады, жаңағы майлары бар. Солардың бәрін тазалап шығады. Сондай выхлопной трубадан жаңағы небір жаңағы түтіндер шығады да, түтіннің иісі шықпайды. Түтін жүрмейді машинашы, түтіні шықпайтын болады. Содан кейін мен сұрап жатамын, өзімізде мен жаңағы жігіттер, клиенттерім өте көп. Мен мынандай жеңіл көлік айдайтындар бар. Балаларға айтамын да, анандай, бірақ енді олар андай торговый агенттер бар ғой, соларға айтамын. Жандос 500 литр құясың ба айына десем, санап отырып кет көп құям дейді. 500 литрден көп құям дейді да, айына. Егер де біздің таблеткамен жүретін болатын болса, олар айына 500 литр, мына жерде по американским меркам, американский компания ғой, по американским меркам санағандары. Егер де автомобиль бір айда 500 литр құятын болса, бір айда 34.435 мыңдай эконом жасайды. Бір айда өзінің қалтасында қалады. Бір жылда 412.800 теңге қалтасында қалады. Біздің таблеткалармен жүрген машиналарда. Содан кейін автобус айдайтындардан да сұрап көріп жатырмын. Ондай да клиенттерім бар менің. Менің неше түрлі клиенттерім бар. Сондықтан автобус айдайтындар, егер де біздің таблеткалармен жүретін болса, олардан да сұрадым ғой, 3000 литр құясыңдар ма десем, 10.000 литр құяды. Сұрап. 10.000 литр құямыз дейді. Сол кезде, егер де 3000 литр құятын болса, олар 206.000 теңге бір айда эконом жасайды екен. Және бір жылда 2,5 миллионға шейін үйлерінде қалады екен. Бір жылда. Сезбейді ол. Өйткені бензин, соляркалар қазіргі таңда 70-75% қана жанады екен да, қалғанының бәрі мусор болып кетеді екен. Ал мынау жаңағы үлкен молекулалар бар ғой, енді кішкентай, солардың бәрін ыдырап жүретін кезде 100% жанады екен. Содан кейін фуралардан
Ондай да клиенттерім бар, жаңағы экскаваторщиктер бар, фуралар бар менде. Солардан сұраймын ғой, сіз оларға айтамыз да, 10 000 литр құясыңдар ма десем, олар да көп құяды. Ондай да құятындар бар екен. Егер де 10 000 литр құятын болса, бір айда 688 000 теңге олар эконом жасайды екен, қалтасында қалады. Ал бір жылда 8 250 000 теңге қалталарында қалады екен. Бір жылда. Таразда бір однокомнатный квартира алуға болады, бір жыл жинаса. Көрдіңіздер ма? Сондықтан міне біз енді басында шыққан уақытта біз біраз жылға шейін, 1-2 жылға шейін раскручивать еткен жоқпыз, Асқар, вообще мына қараған да жоқпыз. Қазір осы 1-2 жыл болды көңілімізді бұрып қарап жүргенімізге бұрыншы, өйткені елдер қолдана бастады. Сіздер жаңада келдіңіздер, мынау неге сонша не раскрученный дейді ғой? Біз қараған жоқпыз. Бізде мынандай өнімдер тұрған кезде причем тут деп сөйтсек, біздің көліктеріміздің де ішіндегі іш құрылысын тазалау керек екен. Оны білмедік қой. Причем тут біздің мынандай зачем шығарды мынаны деп біз деген сөйтіп жүрдік басында. Енді осындай тамаша өнімдеріміз бар. Енді компания бар ғой, компанияны бүйтіп қарап тұрсам, куркума деді ма, куркуманы шығарды. Пандемия деді ма, иммунокод бииммунды шығарды. Тағы да мұны коллаген деді ма, мұны, пожалуйста, кофе деді ма, мұны кофе, мұны фильтр деді ма, мұнаны шығара салды бізге. Компания, заманауи компания, прям тегі біздің анау компанияның иесін деді бәтінімді қарап отырсам. Мен ең бірінші көргенде, мұнау кім сөйлеп отыр, болып сөйлеп отыр ма, мұнау қандай адам деді. Енді бітті ол басы қатты жұмыс істейтін енді. Ол енді бүткіл Америкаға ғана емес, Европа елдерінде де танымал. Кейін мына сеть арқылы біздің СНГ түгел таниды ұсынышы. Сондықтан бизнесмен, оның үстіне бір ученыйлар келеді екен. Ученыйлар шығарады ғой енді мынаны. Пожалуйста, сенің компанияңнан өткізегіш деп келеді бізге. Танымал, честно, содан кейін біздің компания қайырымдылықпен көп айналысады. Қайырымдылықпен айналысқаннан кейін 9 жылда аспанға ұшып жатқан соң бір өнімменен әлемдік нарыққа шығып кеткен сол өнім танымал болғаннан кейін. Сондықтан бабая айтамыз ғой, біздің өнімдердің бәрі ұйқыңыз ашылды ма? Моментально Танымал болсыз ба? Эмоциям прямо прямо. Эмоции зашкаливает, такой Көңіл-күй прямо. Мен ең бірінші ішкен уақытта түнге қарай кешке жақын іштім, ішкім келіп кетті да, датаваны әдем айтқан кезде. Түнгі сағат 10-тарда бір энергия пайда болды. Міне осындай біздің тамаша өнімдеріміз бар. Өнімдердің бәрі нәтиже береді. Машиналарыңыз болсын, адамдар болсын, керек десеңіздер біреу айтады да, сеніп ішу керек дейді. Сонда біздің елдер бар ғой, үйдегі жануарларына, иттеріне, мысықтарына, тауықтарына беріп жатыр. Олар не сеніп ішіп жатыр ма? Олар бергенді ауыздарын қашақта бере салады. Итіміз, тауықтар сеніп ішіп тұр ма? Сенсе де, сенбесе де, соны айтамыз ғой, сенсе де, сіз қазір сеніп іштіңіз ба мен берген уақытта? Сендіңіз ба? Просто алып ішесің. Анау бірден айтты ғой, шесін айтты жаңа, өзі ішті дедіңіз, Жоқ, ондай ой болған. айтты, шесін айтшы дедіңіз. Сеніп ішкен жоқсыз ғой сіз негізінде? Прямо ешкім Мен ондай ойлаған жоқпын мен істеймін. Көрдіңіз ба, ахан? Мына өнімдер біздің ағзамызды тазалайды. Ағзамыздың бәрі, әрбір клеткаларын. Бұл өнім космонавтардың өнімі. Космонавтар космосқа ұшу үшін денсаулықтары қандай? Мен жібермейді космонавтқа. Мен оқымаған мейлі, денсаулық дұрыс болмаса жібермейді. Ол жерде денсаулық сен идеальный болу керексің. Сол кезде космосқа жібереді. Мен өзім бар ғой, бірнеше жыл Тараздың әуежайында жұмыс істеген бухгалтерияда. Сол кезде мына летчиктер, мен қазір бар ғой, сол баяғы кездестіріп қалам біздің кезімізде летчик жігіттерші, солардың бәрі қазір бар ғой, салбырап кеткен ондай не денсаулықтары біреусін, әсіресе бір жігітті біліп, тегі андай одышка, бір-екеуі қайтыс болып кетті солардың бәрі перелет қой, соның бәрі жүрекке сондықтан летчиктер бала шағасын летчик болғысы келмейді. Никогда.
біз наземный службада істедік қой енді жерде жұмыс істедік. Ал жаңағы летчиктер, стюардессалар, неге олардың айлықтары көп болды? Потому что зиянды жерлерде, иә, мысалы. Ал енді космонавттар космосқа ұшу үшін де олардың денсаулықтары 100%, білімнен басқа 100% денсаулықтары мықты болды. Сондықтан мынау 70 жыл бұрын жаңағы космонавттарды көріп отырсаңыздар, анау космоста жүріп жаңағы бірдеңе осындай бірдеңеде бит ішіп жатыр ғой, оларды интернеттен қараңыздаршы. Олар ана жақта тамақ пісіріп жатқан жоқ, ана жақта жүріп алып. Осындай өнімдерменен суға араластырып ішеді. Олар жаңағы осындай капсулаларда ішіп жатыр. Пасталарды жейді, космонавттардың өнімі кәдімгі. Бұл кәдімгі тамақ, бұл кәдімгі өнім, күндізгі тамақ қоспасы дейміз. Күндізгі тамақ.